Ассаламағалейкум. 15 қыркүйек 2023 жыл Астана қаласындамыз. Мінекей біз министрліктер, өкіметтің министрліктер тұрған ғимаратының алдындамыз. Қазір осы жерге жаңағы жоғары оқу министрлігінің тіл саясат комитетіне келген болатынбыз. Оған келген себебіміздің бірі, кеше біз бірнеше министрліктермен жүріп жатырмыз ғой ішінде. Соның ішінде біз ақтарып қараған кезде жаңағы министрліктердің ішіндегі бір нәрсені көрдік, біреу емес барлығында да. Ол қазақ тілді кітаптарды, жаңағы қазақ тіл энциклопедиясы, қазақ деп жазылған ғой, қазақ орыс сөздігі, қазақ жаңағы техникалық сөздер, технологиялық сөздері және де сол сияқты кітаптардың барлығын монитордың астына қойып мәз болып отыр. Оны көрсетіп біз вице-министрге де бәріне де хабарладық, мыналарыңыз ұят болады, мынау жаңа мемлекет қызметкерінің етекесіне жатпайды деп. А что у нас 30 лет так все стоит, все нормально, не учите нас деп отыр. Біздің әрине жаңағы ұялы телефондарымызды алып қоюына байланысты біз ішке кіріп сұрамадық, бірақ олардың бәрі жаңа конституциялық теңсіздігімізді бұзып, олар өздері смартфонда отыр бәрі тәлпіштеніп әңгімелесіп. Осы жерге келдік, қазір орынбасарына жолықтық. Аты кім еді? 31 каналды басқардым деді ғой, қанша жыл. Ол кісінің хабардар еттік. Бұл ұят болады. Қаласаңыздар жүріңіздер тексеріп шығайық қазір министрліктің бәрінің ішіне деп. Барлық біз министрліктердің ішінде сондай жағдай болып жатқаны рас. Енді қазір біз жаңа сол министрліктің өзіне 15-ші кіріс қой. Мінекей жаңағы министрліктерге келіп тұрмыз. Ол жаңа ғылым және жоғары білім министрлігінің ішіне кіреді, жаңа тіл саясаты. Осы жерге келіп біз хабарлаған болатынбыз. Жаңағы 15-ші неде екен, экологияда отырады ол кісілер. Сондықтан сол жерге барып хабарлама айтып бәрін естік. Енді мемлекеттік қызмет агенттігіне Абаядағы біз барып тағы да ескертеміз. Бірақ қазір осының өзінде ол кісілер көңіл аударады деген ойдамыз. Тексеріп шығу керек, олай қылуға болмайды. Ол жаңағы тіл саясатында кісінің айтуына келсем орынбасарына, комитет орынбасарына, ол жалғыз қазақ тілі кітабы, негізі кітапты олай қылуға болмайды дегеніне келсем мен. Айтпақ болып жатқанымыз сол. Әзірге енді біз осы жерде күтіп отырған сенаторларымыз, депутаттарымыз бар, мәжілістің келісіліп қойған жаңағы мақта бағасы және де басқа сұрақтарымыз бойынша. Және осы жерге келгеніміз енді мына жағында, бұл баяғы бір министрлік екіге бөлінді ғой. Оқу ағарту министрлігі бұл жаңағы орта білім, толық орта білім сияқты оқу орда, жаңағы мектеп соларды қарайтын ғой. Бұл жерде жаңағы білім сапасы комитетіне келгенбіз. Сол комитетпен ары қарай жұмыс істеп көреміз. Жаңа біздің өзіміздің жіберген көптеген арыздарыңыз бар еді, солардың бәрін алып келіп тапсырдық. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев, сау саламат болыңыздар.